Баршаға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі гүлдің тоқылу жолын көрсететін боламын. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ол үшін бізге екі түрлі түсті жіп және ілмек біз қажет болады. Алғашқы гүліміздің негізгі түсін аламыз және осылай бір ілмек жасаймыз. Осы ілмектен енді 5 бос шалма аламыз. Айналдырып бірінші бос шалмаға алып келіп осылай біріктіреміз. Енді бірінші қатарда біздер алғаш 3 бос шалма аламыз. Бір шалмалы бағаншадан шеңбердің ішінен осылай біреуін тоқимыз және бір бос шалма аламыз. Осылай шеңбердің ішін айналдыра отырып, біздер бір шалмалы бағаншадан 11-ін тоқимыз және әрбір бағаншаның арасына бір бос шалма аламыз. 11-ін тоқыдық. Мына бірінші алған 3 бос шалма менде бір бағанша. Жалпы сонда шеңберді ішінде бізде 12 бағанша пайда болады. Келесі екінші қатарға өту үшін ұяшыққа алып келеміз жұмысшы жібімізді. Енді 4 бос шалма аламыз. Және тура осы ұяшыққа ілмек бізімізге жібімізді ілдіреміз. Жұмысшы жіпті осылай тартамыз. Бірінші алған 4 бос шалмамызбенен бойы бірдей болу керек. 2 осылай аяқталмаған бағаншалардан 6-ын тоқисыздар. 6 бағаншаның ортасында осылай іліп отырамыз. Жұмысымызды аяқтамаймыз. Осылай 6-ын алғаннан кейін енді келесі ұяшықтан тура және солай 6 рет іліп аламыз. Сонда бірінші ұяшықтан 6, екіншісінен 6 аламыз. Әрқайсының ортасынан біреуден іліп шыққанда бізде 24 ілмек бар. Енді жұмысшы жіпті осылай қолыңызбен бір шетін ұстап тұрасыз да, осылай жалпы бәрін бірге өткізіп тоқып аламыз. Ұстап тұрған жерімізден ілдіріп жоғарыға көтереміз және 2 ілмекті бірге тоқимыз. 3 рет ілдіреміз. Келесі мына бос ұяшыққа осы жұмысшы жібімізді алып келеміз де, осы жерден шалмасыз бағаншаменен тоқимыз. Енді қайталанады. Тағы біреуін көрсетейін. Алғаш 4 бос шалма аламыз және тура сол жерден осылай 6 рет іліп аламыз. 6 рет іліп алған осы ілмектеріміздің арасынан және де қосымша біреуден іліп отырамыз. Сонда біздерде бір ұяшықтан 12 ілмек болады. Жанындағы ұяшықтан және 6 рет аласыздар. Ортасынан бір рет қосымша ілгенде одан да 12 болады. Екеуін қосқанда ілмек бізде 24 ілмек болады. Соң жібімізді ұстап тұрып, осылай 24 бірге тоқисыздар. Соң ұстап тұрған жерімізден жұмысшы жіпті шығарамыз, 2 ілмекті бірге тоқимыз. Және 3 бос шалма алып, келесі ұяшыққа тоқисыздар. Осыны айналдырамыз, сонда бізде 6 осындай 6 жапырақты гүл шығады. Енді ең соңғы мына бірінші алынған жер бар ғой, бос шалма алдық қой 4-еу. Сол жерден осылай біріктіріп жұмысымызды аяқтаймыз. Артық жібімізді қиямыз. Соң жібімізді артына жасырамыз да артық жібтерімізді қиып тастаймыз. Ортасын тоқып көрсетемін енді. Ол үшін екінші түсімізді аламыз да, осы ұш жағынан осылай 3-4 сантиметрлік жіп қалдырасыздар және бір ілмек жасайсыздар. Соң 4 бос шалма аламыз. Негізі қара түстен көрсетпекші едім, бірақ қара түстен тоқылғаным көрілмейді, сондықтан да осы түсті таңдадым. Және мұна 3-ші ілмектікке енді осы жерге бір рет іліп аламыз. Жаңағындай аяқталмаған 6 ілмек жасайсыздар. 6 ілмектің арасына осылай бір-бірден іліп отырасыздар, сонда 12 ілмек болады. Келесі іліп аламыз. Келесі ілмектен біреу ілеміз. Екінші рет 3 4 5 6. Енді осы 24-ті бірге тоқимыз. Ол үшін жұмысшы жібімізді ұстап тұрамыз. Ілмек бізімізге жібімізді ілдіріп
24 ілмекті бірге тоқимыз. Ұстап тұрған жерімізден жұмысшы жібімізді және ілдіріп шығарамыз да 2 ілмекті бірге тоқимыз. Соң бір бос шалма аламыз. Артық жібімізді қиямыз. Бізде осындай дүние пайда болады және осыны гүліміздің ортасына алып келіп біріктіреміз. Мына қалаған жеріңізден бір бағаншаның төменгі жағынан ілмек бізімізді кіргізіп шығарамыз да, мына ұзын жібімізбенен тартып артқы жағына шығарамыз. Енді соған тура қарама-қарсы жағынан екінші жібімізді де төменгі жағынан өткізіп аламыз. Бағаншамыздың төменгі жағынан іліп, осылай тартып шығарамыз. Бізде осындай әдемі гүл пайда болады. Және мен шығып кетпеу үшін артқы жағынан 1-2 рет байлаймын. Соң қалаған дүниеңізге қосып тіксеңіздер болады. Жакеттерге, жемпірлерге немесе шашқа тағатын резинкаларға да қолдансаңыздар болады. Өте әдемі шығады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше.